Абай Құнанбайұлының өрелі ой келелі кеңес беретін сөздері жүрегіміздің қақ төрінен орын алатыны анық. Өйткені оның әрбір сөзі тәлім-тәрбиеге тағылымға толы. Биылғы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай 10-шы Си сыныбы мен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Иманбекова Назира Нұрқалиқызының ұйымдастыруымен Абай Құнанбайұлы атамыз айтқан афоризмдерді сіздерге ұсынамыз. Қайырлы күн. Біз 10-шы Си сынып оқушылары оқшаулау уақытын тиімді пайдаланып, Абай атамыздың 175 жылдығына арнап, нақыл сөздерін оқуға уақытымызды арнадық. Күллі адам баласын қорғалатын үш нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік, залымдық. Тірі адамның жүректен аяулы жері бар ма? Рақымдылық, мейірбандылық. Әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, езіне ойлағандай оған да болса игі еді демек. Бұлар жүрек ісі, асықтықты жүрек ісі. Құдайшылық жүректе қалпыңды таза сақта. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата мен жақсы ана. Жақсы құрбы, жақсы ұстазан болады. Жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Топ басы, ел басыларына тоқтай білетіндігімен намыс қойлығы. Адам баласына ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Атымда адам қойған соң қайтып надан болайын. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық аздырар адам баласын. Кейбір адамдар ішсем, жесем деп дүниеге келеді. Ал кейбіреулер білсем, көрсем деп келеді. Жүректен қызық кеткенде тәннен қуат кетеді. Адам баласының ең жаманы талапсыздық. Еңбек бақыт, жалқаулық, арылмас азап. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл және босамас буын керек. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Жауға жалынға, досқа тарылма. Өзі үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боларсың елден бөлек. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің ұшқыны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі де осыдан болады.